Қобыланды батыр жырының үзінділерімен, хрестоматиядағы бүкіл балалар сіздермен зияти жасанды интеллекттің көмегімен мен бастаймын, сен қошта деген әдіспен Müslüman amanдар, Қарақша Қобыланды. Мен бастаймын, сен қошта. Бізге Қобыланды батыр жырынан Қобыланды батырдың өзі айтып берді, иә? Ары қарай кім жаттады? Жаз жайлау көзді көлді жайлаған. Қалың жағалай құлдар байында берді. Қыз қыстау қараспан жарайсын. Әулиеге абай, қорат науайайды. Қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі. Қабырғасы майысқан, аналықтай байғашы, қабырғасы майысқан. Өте тамаша. Қазынан қалған келеді. Өзіне менсін болсын. Тобылғы мелі қораты. Менші ұлық біледі. Қобыландының тілегін бүкіл құшақ тіледі. Қайырлы көп халқына енді түсті салтынан. Бірге сеніп барар тұғын жолында, Тоқтарбайым жылқыда 90 қолы бар еді. 90-ның бастығы естен істеген ереді. Естен істі көруге қабала жөнелді. Қабала барасын, ауыр малын алғасын. 90 қолмен естен іза тауып алғасын. Тоқалат бір құйрыққа енді тоқтар кенелді. Қобыланның барғасын естен жерін болуды. Күнде сейік аулайды, кездесе жауытайды. Жылқыда жатыр қозларды, егін отай қалайды. Қаршы басы қолында, май тары соңында, көрсе киіз аулайды. Істен екеуі, орыншады бір тауда, намазына өткенде, таз мезгіл өткенде, бір дауыс кеп шулайды, құлағына батырдың. Су сыртына сол талғын бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты, бұрнен қылған дауысты естімістен сұрайды, айтпасына қоймайды. Арғасында бұлтаудың қызыл басты елі бар, жасыл байтақ жері бар, көктің айлақаны бар, қаншамыз жасары бар. Жаған қалқына күпсі тұрған сары бар, құмға деген қызы бар, құмына жағай нәзі бар. Сеңкені атып тізілген, қаны сұлы сұлы. Саның дауысы бұл дауыс көптен шыққан бұқара. Қырымдауып шырағым бұған болма ынтаза, шаға салып басыңды, олға көрмесін. Шырағым жасың ғой, қабырған сенің қатқан жоқ, омыртқа мүсіп жеткен жоқ, жіберуге қорқамын, тілімді асыңа құсат жоқ. Қазір үй тапсырмасын кім қалай болында мән-мерзімде бәріне қарайсыздар, инспектор бойынша бағалайсың. Бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау. Ал сабақтың мақсаты Қобыланды батыр жырындағы эпизодтар арқылы тарихи құндылықтарды анықтап баға береміз балалар. Мазайға әдісімен топқа бөлінді. Мен бастаймын, сен қоштажа үй тапсырмасын орындадық. Одан кейін топтастыру әдісін пайдаланамыз. Ойлан жұқтас бөліс әдісі және білім поштасы арқылы бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Я бас көргенім өте дұрыс. Жатқа айтатын адамдар ақындар дейді, дұрыс па? Одан жылға бауыры кездесті. Ой сандық деген әдіс бар. Ой сандықтағы тірек сөздерді пайдаланып, ой жердегі тірек сөздерді пайдаланып, жырдың тақырыбы мен идеясын ашып жазасыңдар. Екінші топ. Уақыт тізбегі әдісі бойынша бұл жерде әр топқа әртүрлі тапсырма берген. Сол үшін мұқият тыңдаңдар. Тәжірибе. Екінші топ қайсы? Үшінші топ, төртінші топ. Тақырыбын, идеясын мақалмен түйіндеп, тәрбиелік мәнін айтасыңдар. Үшінші топ. Жырдың сюжеттік композициясы талдау.
Отарға деген сүйіспеншілік пен ел халқының алдындағы жігіттік борышын орындау. Ерлі түстерді ұрпаққа насихаттау, ері сүйген ер болады. Біздің тақырыбы батыр туса ел әрісі. Шығарма медиасы елді қорғау жолында асқан ерлік істерін көрсеткен батырлардың ерлік істерін мадақтау. Идеясы батыр туса ері, жаңғақ жауса ері, деген қолдарының бейнесі арқылы патриоттық сезімді ояту. Өте жақсы. Тамаша. Мен қазанның жекпе-жек ұрысы. Отанының сырлы қала мен қырлы қаланы алған ерлігі. Қоғамның көбікті ханның келуі. Қоғамның алшақы ханның соғысы. Елін азат етуі. Оқиғаның басталуы. Қоғамның дүниеге келуі, ел үшін қалыптасуы. Оқыған дамуы. Бұрындың пайда болуы, құлққа бұрынды бағуы. Оқиғаның себебі сол. Қолдарды батырдың қарлығаш қарсы соғысқан оқиғаның шақтау шегі қолданды батырдың тұтқынға түсуі. Өте жақсы. Оқиғаны шешу қолданды бостандыққа шығу. Елін мен жерін қорғап ел бақыттың оқиғаның байланысуы. Қобыланды құтқа қосылуы. Бұл эпизодтың тарихи құндылығы парасаттылық, қамқорлық, тоқтар байыздарына бұл қалың жұмақтың қайысқаны. Әулие көмей құтырғанды суреттеледі. Құндылығы Қазақстан тарихын, мәдениетін сақтау және көрімдік беру және іні мен ағаның арасындағы сыйластықты көруге түсу. Бұл эпизодтың тарихы, құндылығы, батырлық, ерлік, сөздерінің болды.